Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Лаура. Бүгін сіздермен біз мынадай өте көлемді, әдемі көрінетін бантик жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бұл үшін бізге қажет болатын заттар 4 сантиметрлік репстік лентадан 2 дана 32 сантиметр қылып қырқып аламыз. Және де парча лентасынан да 2 дана 4 сантиметрлік парча лентасынан да 2 дана 31 сантиметр қылып қырқып алатын боламыз. Ал енді іске кірісейік достар.
Міне достар, осымен біздің бантигіміз дайын болды. Өте әдемі көрінеді, өте көлемді, ерекше бантик. Жасап көріңіздер. Менің жасаған бантигім сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.